Нет, нормально, нормально. Вы должны встать потом, стульчик и открывать. Нет, это должно быть прям так мило. Мен тірімін уайымдамаңыздар, менде бәрі жақсы. Енді мен күнім қазір клиникаға барам, жаңағыдай мұрнымды полностью чистка жасатамын, күніге жудырып деген сияқты. Одан бөлек сол уколымды салдырам, системамды салдырам, сонымен күнім өтіп жатыр. Үй больница деген. Жалпы мына жақта көріп тұрсыздар, отек болып тұр. Бетім кішкене емес, нормально отек болып тұр, пока ол отек. Енді әлі 10 күн бар ғой, кетеді. Бүгін 4-ші күн после операционный. И мен мына жағымда нені алып тастады, байқасаңыздар, құлағым артына айтқан едім, осылай ол жақтан бір керек нәрсе алды мұрныма деп. Сол енді шүкір жазылып жатыр. Мұрным ішінде отек бар, сыртта отек деген сияқты, енді ол уақыт өте келе ол кетеді. Сонымен одан бөлек сіздерге айтқым келген басқа нәрсе бар. Енді былай тыныш жүрсем де маған әйтеуір бір тыныштық болмай кете ма арасында сондай бірдеңе. Анау адамдар қаяқтан шығып алатындарын білмеймін шыны керекші. Бір шығып өздерінше бірдеңе айтқысы келеді, жертва болғысы келеді. Ер азаматтар, сіздерге айтарым, жертва болмаңыздаршы мүлдем. Сіздерге мүлдем жараспайды ол нәрсе. Әсіресе жалпы былай ғой, енді маған көп сообщение сондай нәрселер жіберіп жатыр да, осылай да осылай, сіз туралы осылай деп жатыр ғой деген сияқты. Мен негізі мен туралы бірдеңе десем, мен оған жауап бергім келмейді. Бірақ енді мына жерде фактіме семьяма келген кезінде мен нәрсеге жауап беремін, балаларыма қатысты нәрсе болса деген сияқты. Енді бұл жерде бір кісі айтып тұр, что бізге көмектеседі екен, балаларына көмектеседі екен, оказывается. Бірақ мен бірде-бір рет Каспийма бір сол кісіден ақша түскенін соңғы 4 жыл 5 жыл мүлдем көрмегенмін. Және де наоборот менен қарызға ақша сұраған адам кезінде талай рет менен қарызға ақша сұрап сөйтіп жоқ болып кетіп жүрген адамның өзі солай айтқанда мен өзім күлкім келді. Біріншіден бұл менің семьямда, менің семьям деген мен 2 ұлым және де мен. Аллаға сансыз шүкір, Алланың арқасында одан кейін өзім обеспечивать ету, жаңағындай мектептері болсын, шүкір екеуі де частный мектепке барып жатыр қазір. Екеуінің мектебі, екеуінің киімі, тамағы, осы үйдің квартираның оплатасы, няньканың оплатасы, бүкіл нәрсе менің мойнымда. Және де оған басқа адам себеп болып маған көмектесіп, осынша мына балаға нан аларсың, киім аларсың, тамақ аларсың болса, басқа нәрсеге деген нәрсе болмаған. Және де неге олай өздерін басқаша көрсетіп, мен көмектесем деп айтатынына мен өзім таңқаламын шыны керек. И плюс қыздар, мен сіздерге айтарым, оказывается, ажырасқаннан кейін алиментке бермей күтіп жүрудің ешқандай да бір керек жоқ екен. Оказывается, беріп тастау керек екен алиментке. Сен ол адамды жарайды деп үндемей жайына қойсан, оказывается, ол құтырып, өтіріктен сен артынан неше түрлі әңгіме айтуы мүмкін. Мен көмектесем, мен қарай алсам деген сияқты. Сол үшін мен шештім, әдемілеп тұрып алиментке беріп, ақыры саған типа көмектеседі екен, якобы. Шын мәнде көмектессін ақыры. Қайсың Зухра? Жақсы, өзің қайсың? Жақсы. Кешке менің туған күнім ғой. Солай ма? Аға, айтып қойайын деген ғой. Ұмытып кетпесін деп па? Иә. Енді ұмытайын деп отырдың, енді ұмытып кетпесін, ұмытайын деп тұр өзің. Есіме қайтарып түсірді ғой. Давай. Давай. Алло. Қайсың? Жақсы өзің? Жақсы. Жамал? Ау. Түнде менің туған күнім ғой. Түнде? Иә. Бүгін түнде, иә, білем. Айтып қойайын деген ғой. Ескертіп па? Сен видеоны жасап отыр. Құршетке де айта сал. Давайте. Қалайсың Әсел? Жақсы өзің? Жақсы. Түнде менің туған күнім ғой. Білем ғой. Айтып қойайын деп атқан ғой. Что-то. Сол естерді шығып кетпесін, давайте. Ақтөре қалайсың? Жақсы, өзің қалай, боташ. Жақсы. Ақтөре түнде менің туған күнім ғой. Бүгін ба? Иә. Болды, жаным, қайға бару керек? Білмеймін енді, мен айтпайды шығам құрсын. Мен ұйымдастырмайтын шығармын енді оны. Білмеймін енді, давай ескертіп қойып жатырмын.
Жаным, жүрек барамын. Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Осы демалыстан кейін бүгін аптаның басы эфирге келдік. Мынау бар, Жей бар, бауырым, мына жігіт бар. Не деп қалай? андай ше Не деп жатсың? А? арестке қояды ғой счетыңыз. Счет арестқа түсіп Қалайсыз? таң атпастан адамның нейросын бүйтіп пәшкілеп бүйтіп бар құрт жүрдім кәдімгі шүт деп 5 минутта. Визу центрға бару керек болған 10:45-те. Қала пробка. Темирязан бойында тұрмын. 20 минутым қалды. Визу центрға кешігіп қалсаң 40 мың төлейсің да қайттан кіресің ғой, короче. толтырып алып кел дедім, толтырып саған. Ал не мынау? Зато кастинг дешем тағы. Қаза келді алып келейін. Негізі энергетик, кола, фанта ішпеңіздер, достар. Қазір су ішкен полезен. Болды, мына видеоны ұмытпаңдар. Болды. Бірге түсіреме отдельно өзім сөйлесеге. Нұрдәулетке сұрақ қойын деп жатыр едім. Сіз Бинурмен сөйлестіңіз бе осы күндер? Жоқ сөйлеспедім. Шынымен. Честно. Бәрі әділ болсын дедім, осы жақта отырып шақыртырмын. Өзі жазбады ма? Жоқ. Ондай болған жоқ нәрсе. Негізі күтесіз, иә? Күтемін, иә? Бүгін күтіп отырмын ғой. Бүгін келуі мүмкін бе? Енді белгісіз енді. Ол өзіме де не болып тұр. Қызық болып. Уайымдап жатсыз ба? Уайымдап отырмын қатты. Толқып келем екен, келмесін. Бір шақыртып көрсеңізші тағы бір рет сторис. Мен мен сені күтіп отырмын. Жанымешін кел енді. Мені жалғыз қалдырмашы десең. Таныстық махаббат аялдамасында екенбіз. Бір жолы сөйлесіп. Шаршап жатырмыз. Жаңа тәттілермен шай ішіп алсам бір басым күшті болып кетейін деп тұр. Назар аудардың новый не шықты ғой, концерт шықты ғой. Соны көріп жатырмыз. Мына кісі көріп жатыр. Бүкіл киноны бітірдік екеуміз. Кинопоиск подписка тұр ғой телевизорда. Бүкіл сол кинопоискта бар киноның бәрін қарып тастағанбыз ғой. Енді дым қалмады қарайды қасқа. Ойбай, қалайсыздар? Амансыздар ма? Жуалы деген жерге кеше түнде машинамен шығып кеттік, өзіміздің машинамен. Сонымен таңертең жеттік. Құдалық болды. Күндіз бір тамағын жедім да, жол деген ұрып тастаған ғой. Басым сынып ауырып, бел айналып, кешке дейін Құрметті оқырмандар, күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.